Санға емес сапаға басымдылық берілмек. Облыс әкімінің тұрғындармен кездесуінде Теміртауда қандай жұмыстар атқарылатыны талқыланды. Сондай-ақ тұрғындарға өздерін толғандырған мәселесі туралы ашық айтуға мүмкіндік берілді. Толығырақ алдағы сюжетте. Биыл Теміртауда инженерлік желілерге баса назар аударылады. Нөмірі 2 және нөмірі 3 жылу магистральдарында күрделі жөндеу жүргізу жоспарланған. Мичурин көшесіндегі суағарда жөндеу жұмыстары басталады. Ол 40 мыңнан астам тұрғынды сумен қамтамасыз етеді. Ақтау кенті мен Созгород су құбыры желілерін қайта жаңарту қарастырылған. Теміртау әкімі Қайрат Бегімовтің айтуынша, 2 жылу электр орталығы 7 қазандығының құрылысы жалғасуда. Оны 2023 жылдың ортасында пайдалануға беру станцияның жылу қуатын және жылумен жабдықтау сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Теміртауда өткен жылы басталған газдандыру жалғасуда. Бүгінгі күні 572 абоненттің 83 техникалық шарттарды алды, 58 абонент орталық газға қосылды. Осы жұмысты газ трансаймақ филиалымен бірге жалғастырудамыз. Сонымен қатар екінші іске қосу кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Ағымдағы жылдың шілдесінен объект пайдалануға беріледі. Бұл 1000 абоненттердің орталық газға қосылуына мүмкіндік береді. Бұдан басқа қазірдің өзінде үшінші іске қосу кешенінің құрылысына мердігер анықталды. Құрылыс монтаж жұмыстары мамырдың басында басталады. Қалада тұрғын үй құрылысы қарқын алды. Биыл 4 көп қабатты тұрғын үй пайдалануға беріледі. Кезекте тұрған 200-ден астам адам пәтер алады. Сондай-ақ кезектілік тәртібімен жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелері бөлінетін болады. Жеке тұрғын үй құрылысына арналған алаңдар электр және су желілерімен қамтамасыз етіледі. Балаларға көшеде ыңғайлы болу үшін Теміртау мен Ақтау кентінің елу ауласында ойын алаңдары орнатылады. Тұрғындар мердігерлердің сапасыз жұмысына шағымданды. Я вас очень прошу, давайте мы... Сізден балалар алаңдарына жасанды шөп төсемеуіңізді өтініп сұраймын. Бұл шөптің сапасы ең көп дегенде 1-2 маусымға ғана жарайды. Аймақ басшысы қала әкіміне санға емес, сапаға бақылауды күшейтуге кеңес берді. Егер сіз конкурстық рәсімдерді өткізіп үлгерсеңіз, прокурорлар сізге көмектессін. Қарағандыдағы аулаларға да жасанды шөп төселген. Осындай мәселелер бар. Автомобиль жолдарының жағдайы да халықтың наразылығын тудырады. Жақында бюджетті нақтылауда жолдарды жөндеуге 2,2 миллиард теңге сомасында қаражат бөлінді. Бұл ақшаға қала жолдары мен Ақтау кенті ретке келтіріледі, деді Қайрат Бегімов. Кездесуде айтылған мәселелердің көбісі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына байланысты болды. Облыс әкімі бұл мәселелерден хатпен жауап бере салумен айналыспауды. Нақты тақырыптар бойынша жергілікті жерлерге барып, қала тұрғындарының мәселелерін шешуді тапсырды. Кездесу соңында Жеңіс Қасымбек азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5 арна.